Келесі дағдымыз кеуде клеткасының перкуссиясы. Кеуде клеткасының перкуссиясы ол салыстырмалы және топографиялық перкуссия болып екіге бөлінеді. Салыстырмалы перкуссия жүргіземіз. Ең бірінші салыстырмалы перкуссияның мақсаты ол өкпенің екі жағынан шығатын дауыс өкпе дыбысын салыстыру. Яғни патология болған жағдайда бір жақтық дауыс өкпе дыбысының өзгеруі, тұйықталуы, тимпаникалық реннің болуы анықталынады. Салыстырмалы перкуссияны жүргізу үшін науқастың оң жағында тұрамыз, тұрғызып жасаған ыңғайлы болады. Енді қолымызды кеуде клеткасына қойып, яғни плессиметрімізбен балғашық арқылы перкуссия жүргізіледі. Ең алдымен бұғана үсті ойықтарын салыстырамыз. Бірінші қабырғаралық бұғананың өзі, екінші қабырғаралық, бірінші қабырғаралық, екінші қабырғаралық, үшінші. Ары қарай салыстырмаймыз, өйткені мына жерде жүректің жатуына байланысты. Үшінші қабырғаға дейін салыстырамыз, ары қарай салыстыру екі жақпен бірдей жүргізілмейді. Енді тек оң жақтан 4 пен 5-ті перкуссиялап өтеміз. Осыдан кейін науқас пациентке қолын желкесіне қоюын сұраймыз. Енді қолтық асты сызықтары бойынша салыстырып шығамыз. Қолтық асты алдыңғы, ортаңғы және артқы сызықтары бойынша салыстырамыз. Алдыңғы сызықты 7-ге шейін салыстырамыз. Ортаңғыны 8-ге шейін салыстырамыз. Артқыны 9-ға шейін салыстырамыз. Арт жағына салыстырған кезде жауырын үсті ойықтарына, жауырын ортасына және жауырын астыңғы нүктелерін салыстырамыз. Оныншы қабырға аралыққа шейін салыстырамыз. Қалыпты жағдайда өкпенің үстінің салыстыру кезінде ашық өкпе дыбысы шығады. Осы өкпе дыбысының тұйықталуы ол өкпеде қандай да бір патологиялық үрдістің болуын көрсетеді.